Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызда айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген теңдеулерді шешу. Бізде бірінші 866 есепке қарасақ, модуль x тең 3,18-ден 11. Бұндай модулі бар теңдеулердің екі жауабы болады. Бірінші теңдеуіміз плюс 3,8-ден 11, екінші теңдеуіміздің түбірі минус 3,8-ден 11. Екінші есебінде модуль x тең 0, минус теңдіктің келесі бетіне плюс болып өтеді. Модуль x тең 19,2 шықты. Сонда жауабы x тең 19,2 және екінші түбіріміз минус 19,2-ге тең болды. Үшінші есепте модуль x тең 0 азайту 45. Модуль x тең минус 45-ге. Модулі бар теңдеуде ешқашан теріс санға тең болмайды. Бұндай жағдайда бұл есептің түбірі жоқ, бос мүше деп жазамыз. Екінші есеп 867 есепте модуль x тең 20,9 тең 22-ге. Модуль x тең 22-ден 20,9-ды азайтам. Модуль x тең 1,1-ге. Жауабы болады x тең 1,1-ге және x тең минус 1,1-ге тең болады. Екінші есепте берілгені бойынша минус модуль x тең 288-ден 315-ді азайтсақ, минус 27 шықты. Минусты минусқа бөліп жібереміз, оң сан шығады. Осы жерден бірінші түбіріміз 27-ге, екінші түбіріміз минус 27-ге тең болды. Үшінші есеп модуль x азайтылған 74,6 тең 9,4-ге. Модуль x тең 9,4-ге қосамыз 74,6-ны. Модуль x тең 84 болады. Сонда түбірі плюс 84 және минус 84 болды. Төртінші есеп 15,15-ден 2 азайту модуль x тең 7,12-ден 1. Модуль x тең 7,12-ден 1-ден 15,15-ден 2-ні азайтамыз. Модуль x тең екеуінің ортақ бөлімін тапсақ 60 болды. 5-тен бердім, мұнда 4-тен бердім. Көбейткенімізде осы түрге келді. Енді бізде қарап тұрсақ 15-тен 7-ді азайтамыз, бірақ 8-ден 5-ді азайтамыз. 8-ден 5-ді азайтсақ 3 шығады. 3 бөлінген 60 шығады. Енді минусқа минусты бөлсек, ол жерден оң сан шығады. 3 пен 60-ты қысқартып жіберсек 20-дан 1 шықты. Бұл теңдеудің екі түбірі бар. X тең 8,20-дан 1 және x тең минус 8,20-дан 1 деген екі түбірі бар. Келесі есеп бізде бесіншісі. Бесіншісі бойынша x минус 21,9 тең 6,3-ден 2-ге. Мына минус теңдіктің келесі бетіне плюс болып өтеді және оны жай бөлшек түрінде жаздық. 3 пен 10-ның ортақ бөлімі 30 болды. 6-ға 21-ді қоссақ 27, 20-ға 27-ні қоссақ 47 болды. Енді 47-ның бір бүтінін бүтін санға қосып жібердік, сонда 28,30-дан 17 болды. Сонда бұл теңдеудің екі түбірі бар. Плюс 28,30-дан 17 және минус 28,30-дан 17 деген. Алтыншы есеп 100,3 қосылған модуль x тең 101,9-дан 8. Модуль x тең 101,9-дан 8-ден 100,3-ді азайтамыз. Екеуінің ортақ бөлімі 90. 80-ден 27-ні азайтамыз, 53 болады. 101-ден 100-ді азайтсақ 1 болады, бөлімі 90 болады. Және бұл теңдеудің екі түбірі бар. 1,90-дан 53 және минус 1,90-дан 53 деген. Келесі есеп 868 есепте бірінші есебінде 12 модуль x тең 1,12-ге. Енді 1,12-ні 12-ге бөлеміз. Енді үтірден құтылу үшін алымды да бөлімді де 10-ға көбейтіп жібердім. Сол кезде 12 бөлінген 120 болды. Бұл екеуі қысқарып 10-нан 1 болады. Бұл теңдеудің екі түбірі бар. x1 10-нан 1-ге және x екіншіміз минус 10-нан 1 деген екі түбір болды. Екіншісіне 225 бөлу модуль x тең 1,15-ге. Модуль x тең 225 1,15-ге бөлеміз. Модуль x тең 150 шықты. Бұндай теңдеудің екі түбірі бар.
плюс 150 минус 150 деген. Үшінші есеп. Бұл теңдеуде модуль x табу үшін 4,84-ті минус 4,4-ке бөлеміз. Модуль x тең 1,1-ге. X тең 1,1 және минус 1,1 деген екі жауабы болды. Екінші есеп. Төртінші есебі. Төртінші есеп. 5 модуль x 7 плюс теңдіктің келесі бетіне минус болып өтті. Енді бүтін сан аралас бөлшектің алдында кездескендіктен оны майдалап 6,26-тан 26 деп жазып алдым. Азайту 6,26-тан 11. 5 модуль x 6-тан 6 азайтам 0 болады. 26-тан 11 азайтам 15 бөлімі 26 болады. Модуль x тең 15 бөлінген 26-ға 5-ті бөлеміз және ауысып түсіп көбейту болады. 15 пен 5 қысқарып 3 бөлінген 26 болды. Және бұл теңдеудің екі түбірі бар. Плюс және минус деген. Келесі 5-ші есеп. 3 модуль x тең 33-тен 1-ге көбейтемін 132 бөлінген 10-ды. Бұны жай бөлшектерінде жазып жібердік. 132 мен 30 қысқарып 4 қалады. Сонда 3 модуль x тең 4 бөлінген 10 қалды. Модуль x тең 4 бөлінген 10-ды 3-ге бөлеміз, ауысып түсіп 3-тен 1 болады. 5 пен 2-ні қысқарттық. То есть 10 мен 4-ті қысқартқанда 5-тен 2 қалды. Екеуін көбейтіп 2 бөлі 15 болды. x1 2 бөлі 15, x2 минус 2 бөлі 15 болды. 6-шы есеп. 79 қосылу 4 бөлі модуль x тең 81,8-ге. 4 бөлі модуль x тең 81,8-ден 79 азайтамыз. 4 бөлі модуль x тең 2,8-ге. Бұл екеуін пропорция қылып жүреміз. 2,8 модуль x көбейтеміз. Ол тең 4-ге. Модуль x тең 4-ті 2,8-ге бөлем. Екеуінде алдымызда бөлімде 10-ға көбейтіп жүреміз, чтобы түбірден құтылу үшін. Сонда 40 бөлі 28 қалды. Бұл екеуі қысқарады 4-ке, сонда 10 бөлінген 7 қалды. Бұның екі түбірі бар. X тең 10 бөлі 7, x тең минус 10 бөлі 7 деген екі түбірі болды. Келесі 869-шы есепте 3 модуль x плюс 1 модуль x тең 20-ға. Екеуін қоссақ 4 модуль x тең 20 болады. Модуль x тең 20 бөлі 4. Модуль x тең 5-ге. Бұның екі жауабы бар. X тең 5-ге, x тең минус 5-ге деген. Бұл жерде де тура x-тарды біріктіріп алам. Сонда 2 модуль x тең 33 болады. Модуль x тең 33 бөлі 2. Бұның екі түбірі бар. X тең 16,2-ден 1 және x тең минус 16,2-ден 1 деген. Келесі мына жерде 19 бен 16-ны азайтып жүреміз. Сонда 3 модуль x қалады. Тең 17, теңдіктің келесі бетіне плюс 17 болып өтеді. Модуль x тең 17-ні бөлемін 3-ке. Модуль x тең араластан түрінде жазсақ 6 болса 18 болып кетеді. 5 болады. 5 бүтін 3-тен 2 болады. 15, 17 болады. X тең 5 бүтін 3-тен 2, x тең минус 5 бүтін 3-тен 2 болады. Келесі есепте 42-ні теңдіктің осы бетінде қалдырайық. 65 модуль x плюс 63 модуль x болады. 42 тең, екеуін қосайық. 65, 63. Екеуін қосатын болсақ 128 болады. 128 модуль x. Модуль x тең 128-ді 42-ге бөлеміз. Бұл екеуін қысқарта салсақ болады. 2-ге қысқарады. 42-ні 2-ге бөлсек 21 болады. 128-ді 2-ге бөлсек 64 болады. Модуль x тең 21 бөлу 64. Бұл теңдеудің екі түбірі бар. X тең 21 бөлу 64 және x тең минус 21 бөлу 64 деген екі түбірі бар.